ақсақалдар кеңесі болған, билер басқарған, соның ішінде руларды бөліп отыратын, әр жүзден, әр рудан белгілі адамдар жиналып жылына ақылдасатын болған. Жеті атаға толғандарды бөліп жеке ру қылып шығарған. Енді айтайын. Мысалы, ағайынды екі кісі. Біреуі 18 жасында үйленеді, 19 жасында ұл баласы болады. Екіншісінің, мысалы, ол кеште үйленеді, оған бір 45-50 жасқа келгенде ұл береді, оның алдында қыз болады. Келесі атада тағы бағағы 19-да туған баласы үйленеді де, 18 жасында оның тағы 19-да тағы ұлы болады. Мына артта қалып қойған атаның тағы да баласы. Ол да 18 үйленеді, бірақ бұған да Құдай бағағы 35-40-қа келгенде тағы ұл береді. Сонда солай есептей бергенде бір атадан бір ата қала береді. Ағайынды екі кісі, бірақ біреуінен бір ата асып кетеді. Ол қазірде бар ғой, ойлап қарасаң, бірге туған кісілерден бір ата асып тұрасың. Біреуде сенен бір ата асып тұрады. Сол сияқты. Сонда бағағы бұлай есептеген. Бағағы төменгі ата, төменгі бағағы ұлдар кеш келген ата, жеті атаға жеткенде, үлкен ата, үлкен бағағы екінші ағасына інісіме бірден ұлды болғандар. 18-20 жасында. Олардың балдары автоматически 10-ға жетеді. 10-ға жетеді. Или бағағы үлкен баланың балдары 10-ға жеткенде, артындағы інісінікі бағағы жеті атаға жетеді. Осы жерден келгенде жаңа рулар шығарған. Мына жерде атаға бала, немере, шөбере, шөпшек, немене деп барлығын айтып келіп тұр ғой. Жетінші ата туа жат дейді. Туған және жат ата. Өзі қаны басқа. Осыдан келгенде жаңадан сол 10 атада 7 ата мен 10 атаның ортасында бір ұруды жаңадан құрып отырған. Сол бағағы алдындағы ағайынды екі кісі, мысалы, өтеп берген екеуін бір кісіден тудық. Ағайындымыз ғой. Осы екі адамның атын береді. Или баңа үйленгендегі екі адам бар, ана жақтан қыз алып, мына жақтан ұл беріп, екі ата түйістіріп құда болады ғой. Бөліні ұрудан. Соның атын береді, или жаңадан туған баланың атын береді. Ортадағы мына 7 ата, 9 ата, 8 ата бұл мүмкін, осылар есептемей автоматически қосылып кетеді. Бұнда үлкен рулар тұра береді, Найман, Алшын деген сияқты. Біздер 12 ата бай еді ғой, Шеркеште тұра береді, Бергіште тұра береді, Адайда тұра береді. Оның бер жағындағы ұрпақтар бөліне береді, бөлек атаға. Қазір енді осы мына кіші жүздің ішінде, бай ұлының ішінде ең көп адайлар. Адайлар сан жоқ. Олар дейтін сәпсен бөлініп кеткен. Қызылқоғанның жігіттерінің, Маңғыстаудың жігіттерінің кездестерін сұрап қара. Олар біз естімегенде адайдың неше түрлі аталары қысалысып кеткен үші. Жеті атадан асып. Осындай. Енді бұл соңғы біздер мына жеті болы беріштің ішінде есен себек болып бөлінеміз. Осы есен себектер, мысалы, 800 жылға дейін, 700 жылға дейін ұмытып қалып отырмын. Қыз алыспаған екен, ағайын болып. Екеуі бірге туған. Содан кейін келіп, жеті атадан асып 10 атаға жеткен уақытта екеуін бөлген себеппен есенді. Қазір қыз алысады, бірақ басқана 5 баласы бар, беріштің басқа бәрі жетеу қойды. Солардан қарағанда есен мен себек бір-бірді жақын санайды бірін-бірін. Бір анадан туғанбыз деп. Осылай. Енді мына соңғы совет үкіметі кезінде бүкіл қазақтың салтын мәдениетін бұзды ғой енді. Осы кезде мына пиадалық көзқарас,
жабайылық деп осындайлардың бәрін жапты. Рулар бөлінбей қалды. Ақсақалдардың кеңесін, билер кеңесін жойды барлығын. Осындайға тура келді. Бірақ енді қазір руын біледі де бөлінбеген. Мысалы 14-13 ата болып бөлініп кеткен. Себектің ішінде жаңбыршы деген атасы бар. Қазір біздер 13 атаға барып қалдық, қыс алысып жатыр. Бірақ ақсақалдар әлі ақылдасып келісіп шешкен жоқ осыны. Екі руды бөліп, ішінен бағағы себектің ішіне тармақтарын шығару керек енді. Ол тек қана жаңбыршы мен себектің ортасында емес, тағы да себектің өзі мысалы жаңбыршы, сары, тоқпақ, бөрібас болып төртке бөлінеді. Осы төрт аталарды бөлу керек мысалы. Бұларды 10-нан асып кетті. Бұл бөлінбей тұр. Соны әрбір жерден оқып жүрген осы. Осы ақсақалдар кеңесі қайтып құру керек, руларды бөлу керек деп. Себебі орталары алшақтап болып кетті. Алшақтағаннан кейін ағайындар көп араласпай кетеді. Содан жастар келеді де бірін-бірін кездеседі де үйленеді. Сосын рудың ішінде әңгіме болады. Мынау деген. Шынына келгенде олар қан таза көше. 7 атадан асып кетті. Осындай институттар болған қазақтың. Бер жағында келгенде Совет үкіметінің кезінде барлық домбыра, қобыздың бәрін бақсылық бірдеме деп шықты ғой. Совет үкіметі кезінде ислам сияқты. Сол кездерде қазақтың дәстүріне көп балта шапты ғой. Осындайдан ұмытылған. Бұл енді қазір оңтүстік өңірлерде болу керек негізі. Оңтүстікте қазақшылық шежіре қатты сақталған ғой. Сосын адайлардың ішінде болу керек.